Қыздар, біз қазір стейк сёмга жасаймыз. Гарнирмен, күріштің гарнирін жасаймыз. Мінекей, бізде стейк 200 грамм болады. Одан кейін бар, вегетаның мен постоянно осы специяларды қолданам, вегетанка. Енді бұл жоқ болса да, ол міндетті емес вегетаның специя болуы. Одан кейін лимон, свежий лимон да бола береді, осында пакнадан лимонның соғы да бола береді. Тұзымыз бар, қара бұрышымыз бар, куркума бар, сұйық майымыз бар, және біздің гарнирге күрішіміз бар. Күріштің өзін көріңіз ғой, осындай ұзын әдемі күріштерді қолданылған дұрыс. Енді біз бірінші гарнирден бастаймыз, себебі стейктің мариновкасы ол жылдам болады. Бір порцияға мінекей 50 грамм, 70 грамм рис кетеді. Бұл ристі жақсылап жуып шайқап аламыз қазір. Рисімізді жақсылап шайып жуып алдық. Ендігі келесіде қазанымызға майымызды құямыз. Ристі кәдімгідей плов басқандай басамыз. Май қатты ысығанда барып, біз ристі саламыз. Бұл риске бірінші кішкене тұзымыздан араластырамыз. Рис сап-сары болу үшін сәл ғана қасықтың ұшындай ғана куркума жібереміз. Сәл ғана қара бұрыш саламыз. Жақсылап араластырамыз. Енді ысып тұрған майымыздың үстінен рисімізді түгел саламыз. Не себептен? Ысып тұрған майдың үстіне рис салатын болсақ, бұл күрішіміз бізде шашырап әдемі болып түседі. Кәдімгі плов басқандай болады. Енді бұның үстіне ристен кішкене ғана су асу керек. Себебі біздің рис ол ақ маржан емес, пекин рисы болғандықтан бұл пісуі ұзақ уақыт алады. Енді бұның астын отын баяу қыламыз да крышкасын жауып қоямыз. 15 минутта біздің рисіміз. Біз стейкті мариновать етіп қойдық. Күрішіміз басылып жатыр. Енді овощный гриль қасына. Баклажанның бәрін осына круглый турап алдық. Қатты жұқаламайсыздар. Толщинасын көрдіңіздер ғой. Кішкене сұйық майымыздан құямыз. Tuzumuzdan себеміз. Сәл ғана қара бұрышымыздан себеміз. Паприкамыз бар. Түс беру үшін кішкене паприкадан себеміз. Чайный ложканың ұшындай ғана. Дәм беру үшін мұны вегеттан гляру тағы да кішкене чайный ложканың ұшындай ғана себеміз. Сұйық майымыз сәл азды. Көрдіңіздер ғой, мариновкасы қандай болды. Осыны аламыз да біз қазір гриль сковородкаға пісіреміз. Бұл да бір 2-3 минутқа мариновкаға тұрса жетеді. Екеңіз қараңыздаршы, қандай түстері бердім. Болды, бір 2-3 минутқа қойып қоямыз. Біздің уже күрішіміз дайын болып қалды. Енді біз гриль сковородкамызды дайындап
осыған кірісеміз қуыруға. Біз гриль сковородкамыз ысыды. Енді формасын келтіріп, осылай пісіреміз. Өзінің майы, өзінің піседі. Енді бұның қасынан мінекей кабачкаларымызды осылай пісіріп аламыз. Ешқандай қорқыныш жоқ. Ең оңайы өздеріңіз көрдіңіздер. Ақырын аунатып көресіздер. Көрдіңіздер ғой, қандай? Мына бекелесті. Өзінің соғы сөлі шығып жатыр. Көрдіңіздер ме? Міне осылай піседі. Бұл где-то бір 5 минуттың ішінде пісетін семга балығы. Біз семга балығымыз піскенше тарелкамызды дайындаймыз оформлениеге. Қыздар, біз мұны гриль сковородкаға судак фе пісірдік. Судак деп семганы. Мұны овощной гриль жасап алдық, өзіңіз көргенде. Енді мынандай ғана стаканға менің бүгінгі фантазиямның ішіне икраны салдым. Лимондардың бәрін осылай қойдым. Лимонның ешқандай проблемасы жоқ. Осылай доркамен кесіп аласыздар да, міне былай жібересіздер, көрдіңіздер ғой? Ортасы ашық. Аласыздар да, мінекей, бүйтіп қыстыра саласыздар. Көрдіңіздер, қандай красота. Енді біз ақырындап қоямыз. Ортадағы сүйекті ақырын алып тастаймыз. Мінекей, көрдіңіздер ме? Сүйекті алып тастаймыз. Міне ендігі оформление. Осындай помидорымыздан былай қойсақ та болады. Енді чесногымызбен пиязымызды қойсақ. Мінекей, кабачки, баклажан, кабачкиіміз бар. Ендігі перец. Көрдіңіздер ғой? Аль денте деп айтамыз. Шала қуырылған перецтерді, баклажандарды біз аль денте деп атаймыз. Енді қазір мынаның бәрін мұнда аударып аламыз да, біз микс салатымызды жасаймыз. Менде осында сушилка бар. Зелендердің бар, мінекей, жуылдық. Енді сушилкамызбен жақсылап кептіріп аламыз. Зеленіміз кепті. Көрдіңіздер, қандай құрғақ зелен болып шықты. Бұл сушилка где-то бір 8 мыңдай тұрады. Енді қазір бұның өзінің соусы бар. Бұл соусты біз дрессинг деп айтамыз. Мінекей. Көрдіңіздер ме? Осы соусты біз дрессинг деп айтамыз. Енді біздің листьяларымыз
Қолмен жұламыз, ешқандай пышақ тигізбейміз листияға. Салатный листиямыз бар, лола росса бар. Қалай қолдансаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Дрессинг соустан кішкене жібереміз. Егер дрессинг соус болмаған жағдайда лимонның соғы, чуть-чуть оливки масло, онан кейін барып тұз салсаңыздар болады. Біз енді бұны микс салат деп айтамыз. Микс салатымызды мұнда қойсақ болады. Көрдіңіздер ғой? Кішкентай ғана дүниеден қандай керемет тағам шықты. Ешқандай қиындық жоқ, тек қана подачасын әдемелеп беріп, оформление жақсы болса, көзің жауын алатындай. Бұда ешқандай қиындық жоқ. Көрдіңіздер ғой мұны? Бізде бір стейк съемкадан қанша дүние шықты. Тілім ғана кабачки, баклажан, даже бір перец те кетпейді. Қараңыздаршы, қандай бір кусок нәрседен керемет туынды шықты. Мінекей, астарыңыз дәмді болсын, қыздар. Қыздар, мен ристі ұмытып баратыр екен. Барлығын көрдіңіздер, қалай подачамен кеткенін бәрі. Енді мына жерге ақырындап мына ристі, мынандай кішірек бокалға, болмаса үйде бір кішірек кесе болсын, жаңағы пиалай болса да, рисіміз көрдіңіз ба, пісті. Қандай сары түс берді әдемі. Осы ристі алып, былай, қандай вау, керемет форма пайда болды. Мінекей, микс салатымызбен, рисімізбен қандай бір тамаша туынды шықты. Қараңыздаршы, қыздар. Кішкентай ғана дүниеден бір керемет. Главное, бұл жерде ыдыстарыңызды. Егер дәл ағаш сияқты ыдыс болмаса да, 4 поштық квадрат бір әдемі тарелкаларыңыз болса, соған осындай подача жасай берсеңіздер болады мінекей. Даже 2 адам болатын болса, стейк съемканың ортасынан бөліп, кожурасын алып тастап, 2 адамға 2 риспен подачасын берсеңіздер болады. Ол міндетті емес бүтіндей беру. Астарыңыз дәмді болсын.